Ғарыш ол ұшы-қиырсыз және құпияға толы. Тұмандықтар жұлдызды аспаннан ғалымдар тапқан небір ғажайып нысанның ең тартымдысының бірі. Тұмандықтардың көбі жай көзге мүлдем көрінбесе де, қазіргі телескоптар галактикадағы кейбір әдемі нысандардың ірі көрінісін бере алады. Тұмандық тозаң мен газдан құралған жұлдызаралық бұлт. Аспандағы бұлт сияқты тұмандықтың та пішіні әр түрлі. Гүлге, жәндікке, жануарға не адамға ұқсауы мүмкін. Олардың көбінің атауы соған байланысты қойылған. Тұмандықтардың негізгі 4 типі бар. Біріншіден, жұлдыз түзуші облыстар. Олар жұлдыз тәлімбағы ретінде де белгілі. Газ тәрізді сутегінен тұратын бұл алып облыстарда гравитация материалды ірілеу кесектерге жинайды. Олар өз кезегінде қосымша материал тартады. Көбірек газ жиналған сайын олар қаттырақ сығымдала түседі, қызуы да арта береді. Температура белгілі бір деңгейге жеткенде ол жаңа жұлдызға айналады. Қалған заттан планеталар түзіліп, оны айнала бастауы мүмкін. Аспандағы ең белгілі тұмандықтың бірі Орион тұмандығы, осындай облыстың мысалы. Орион тұмандығы біздің галактикадағы ең белсенді жұлдыз түзуші облыс. Ол құралсыз көзбен қылаңдақ түрінде ғана көрінеді. Ал телескоп арқылы ғажап көрініске куә боламыз. Орион тұмандығының ені 15 жарық жылы, ол негізінен сутегінен тұрады. Тұмандыққа қарасақ, жаңа туып жатқан жұлдыздарды көреміз. Күннен мыңдаған есе жарық 4 жұлдыздан құралған трапеция атты кластер тұмандықты жарқыратып тұр. Бұл жұлдыздардың энергиясы төңіректі газдан тазартқан. Тұмандық ішінде басқа да жұлдыздар туып жатқанын көруге болады. Мына сопақтар жаңа туған жұлдыздарды қоршаған тозаң жамылғысы. Іштегі сақиналар осы жұлдыздар айналасында түзіліп жатқан планеталық жүйелер болуы ықтимал. 1300 жарық жылынан қарағанда Орион тұмандығы Орион семсеріндегі кішкене дақ қана. Екіншіден, планетар тұмандықтар бар. Шындығында олардың планетаға еш қатысы жоқ. Бірақ телескоппен бақылаған ертеректегі астрономдар жұмырлығы мен жарықтығына бола планетаға ұқсатқан. Планетар тұмандықтар қарапайым жұлдыздың баяу өлуі барысында қалыптасады. Көбелек тұмандығы ретінде белгілі мына әдемі нысан планетар тұмандықтың мысалы. Ол алыстан нәзік көбелек сияқты көрінгенмен, шындығында 20 000 градусқа дейін қызған жойқын газ бұлттарынан тұрады. Салыстыру үшін күн бетінің температурасы 5500 градус қана. Газ үнемі қозғалыста, оның жылдамдығы сағатына 1 000 000 километрдей. Мұндай жылдамдықпен жерден айға 24 минутта жетуге болар еді. Тұмандықтың үшінші түрі супер жаңа қалдықтары деп аталады. Кейде жұлдыз ғұмыры тыныш өліммен емес, жарылыспен аяқталады. Супер жаңа жұлдыз атын орасан зор кеңістікке шашатын қуатты жарылыс. Қалдықтардан түзілген тұмандық уақыт өте жаңа жұлдыздар құрауы мүмкін. Шаян тәрізді тұмандық супер жаңа қалдығының мысалы. Бір қызығы, біз оны туғызған жұлдыздың қашан жарылғанын білеміз. Шамамен 1000 жыл бұрын Қытай астрономдары аспаннан жаңа жарық жұлдызды байқайды. Ол 2 жылдай тұрған соң біртіндеп жоғалып кетті. Қазіргі астрономдар көне жылнамада сипатталған уақытша жарық жұлдыз шаян тұмандығын туғызған супер жаңаға дәл сәйкес келетінін түсінді.
жұлдыздың қашан жарылғанын білу ғалымдарға мұндай тұмандықтардың дамуы жайлы көп мәлімет алуға көмектесті. Тұмандықтың төртінші түрі күңгірт тұмандықтар. Күңгірт тұмандық ар жағындағы жарық тұмандықтар мен жұлдыздар арқасында ғана көрінетін газ бен тозаң бұлты. Көлеңке немесе сұлба тәрізді, олардың пішіні бізге көрінбейтін жарыққа байланысты. Ең елеулі күңгірт тұмандықтың бірі атбасы тұмандығы. Оның неге бұлай аталғанын түсіну оңай. Атбасы тұмандығын құрайтын қалың тозаң бұлттарының тығыздығы сондай, артындағы жұлдыздар жарығын өткізбейді. Бұлттың қараңғылығы ол міндетті түрде суық деген сөз емес. Тұмандыққа оның қызуын анықтауға мүмкіндік беретін инфрақызыл камера арқылы қарасақ, атбасы тұмандығының өте ыстық екенін көреміз. Тіпті жаңа сәби жұлдыздардың қай жерде түзіліп жатқанын көрсететін жарықтақтар да байқалады. Қай типке жатса да, тұмандықтар ең тамаша аспан денелерінің бірі екені анық. Олар әлемнің ғұмырлық циклінің сырын ашады. Түптің түбінде жұлдыздар өлгенде, оларды құраған шикізат қалады да, қайтадан жаңа жұлдыздар түзеді. Сөйтіп цикл басынан басталады.